Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге құрамына айран қосып дайындалатын, жұмсақ, нәзік және де ажурный болып шығатын блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Және де осындай әсемдеу түрін бірге үйренетін боламыз. Ең алдымен 2 дана жұмыртқамызға 2 ас қасық қантымызды және де жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, алдағы уақытта менің парақшама жүктеліп отырған видео рецепттерді алғашқылардың бірі болып көру үшін каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Енді үстіне жылы айранымызды құямыз. Жұмыртқалы массамызбен айранымыз біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Және де осының үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және де достар, менің каналымда құймақтардың түрлі рецептері бар. Ас содасын пайдаланбай жасалынған, және де ашыған, үйде қалып қойған сүттен дайындалған, және де құрамына асқабақ қосып дайындалатын блинчиктердің түрлі рецептері бар. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп, қарап көріп шығыңыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Барлық ұнымызды қосып алғаннан кейін біздің қамырымыз осындай кішкене қою болады. Енді осының үстіне біз қайнаған су құямыз. Ыстық қайнап тұрған суымыздың үстіне жарты шай қасық осындай ас содасын қосып араластырып, біздің ұнымыздың үстіне саламыз. Сол кезде бізде сұйық қамыр пайда болады. Яғни блинчигіміз пісіруге дайын деген сөз. Барлық суымызды осылай құйып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, қазақша контентті дамытуға өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Енді үстіне сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде қамырымыз осындай үсті көпіршік болып тұрады. Осындай пузырчиктар болу керек. Енді жақсылап араластырып, және де табамызды қыздыруға қойып қоямыз. Табамызды қатты отқа қыздырып қоямыз, және де параллельно осылай блинчиктарымызды сапырып отырамыз. Табамыз қызғаннан кейін үстіне сұйық майымызды 1 рет жағамыз, және осы маймен блинчигіміздің қамыры біткенге дейін пісіріп шығамыз. Құймақтар өте тез піседі, арасы 1-2 секунд шамасында. Сондықтан міндетті түрде қадағалап қарап отырыңыздар. Асты күйіп жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан тез-тез осылай екі жағын аударып пісіріп аласыздар. Оттың асты қатты отта жанып тұруы керек. Менде форманың диаметрі 28 сантиметр. Сондықтан дәл осы қамырдан менде 25 дана құймақтар шықты. Егер де сіздерде табаларыңыздың көлемі кішірек болса, онда одан да көп блинчиктер шығуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің блинчиктеріміз тесік-тесік болып, әдемі болып пісіп жатыр. Және де өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай сізде дайындап көріңіз. Ал достар, сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контенттік каналдың дамуына, алдыға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Және де жақындарыңызға, достарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік және де кестелі болып шығады. Міндетті түрде сізде осылай дайындап көріңіздер. Ал енді келесі кезекте дастарханға қалай ұсынамыз, сол туралы көрсететін боламын. Бұл құймақтарымызды әртүрлі салмамен ұсынсаңыздар да болады. Ірімшікпен, қаймақпен, вареньямен немесе сгущенкамен өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген начинкамен ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ құймақтар міндетті түрде жасап көріңіздер. Алғашқысы осылай үш бұрыштап жан-жағына жеміс жидектермен немесе глюкозный сироппен ұсынсаңыз болады, өте дәмді болып шығады. Ал енді келесі кезекте осылай үлкендеу үш бұрышты көлемде дастарханға қойып ұсынсаңыздар да болады. Және де достар, менің каналымда әртүрлі дәмді
тағамдардың, торттардың, пирогтардың және де тоқаштардың түрлі рецепттері бар. Міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Осы видеоның астындағы сілтемеден әртүрлі плейлисттарды шығарып қойдым. Кіріп қарап көріңіздер. Мінекей, біз келесі оформление түрін жасап жатырмыз. Дастарханда қонақ келгенде осылай әсемдеп қойсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде осылай сіздер де жасап көріңіздер. Маған осы құймақтарды пісіруге 20 минут уақытым кетті. Өте тез дайын болады. Егер де сіздердің оттарыңыз қатты қызып тұрса, тез-тез пісіріп аласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі осылай үшбұрыштап құймақтарымызды үшбұрыштап жасап аламыз. Және де ең соңынан бастап ұшына қарай ораймыз. Бұл да дастарханда әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де ортасына салмасын салып қойсаңыздар да болады. Менде құймақтарымның көлемі үлкен болғандықтан осылай үшбұрышты формаларым үлкендеу болып шығып жатыр.